Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі кезекті ас мәзірде малдың іш майынан немесе бір жақтарда шарпы май деп атайды. Сондай іш майынан жасалынатын осындай бір тағамның түрі. Үйдегі бар заттар, яғни картоп, сәбіз, жуа. Осыны жақсылап тұрып, турап, үстіне бұрыштап, тұздап, артық заттар қажет емес. Мысалға, кейбірлеріңіз дәміне қарай сладкий перец немесе помидор қоссаңыздар болады, бірақ маған ол аса қатты ұнамайды. Сондықтан да тек қана осы үш қана заттан жасадым. Мінекей біздің іш майымыз. Менде білмеймін, осында кесіліп қалған екен. Оны зубочисттің көмегімен түйреп қойдым. Бізге асты ашылып кетпеу керек, яғни ішінде салған заттарымыз түсіп кетпеу керек. Осылай зубочисттің көмегімен түйреп болғаннан кейін дайын болған біздің картоптарымызды, сәбіздерімізді үстіне салатын боламыз. Бір келкетіп, тағы бір ескере кететін жайт, картопты жіңішке етіп, жұқа етіп турағандарыңыз жақсы, себебі жақсылап пісу үшін. Мінекей, осылай барлығын жақсылап салып алғаннан кейін, қайтадан біз үстін бәрін жауып тастайтын боламыз. Зубочисттің көмегімен түйреп қоямыз. Мінекей, видеодағыдай барлығын жасасаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Дәмі маған қатты ұнады. Әбден өзінің майға әбден сіңіріп, енді дәмі деген керемет болады. Енді айтып жеткізу мүмкін емес. Тура осылай жасап болғаннан кейін духовкада 180 градуста пісіріп алсаңыздар болады. Енді қанша уақыт пісірем деген қыздарға 40 минуттай, 50 минуттай қарап отырасыздар. 40 минуттан кейін міндетті түрде ішіне вилка тығып, шанышқының көмегімен пісті ма, піспеді ма көріп тексеріп алсаңыздар болады. Араларына кішкене ашып жіберсеңіздер, себебі орта жағы піспей қалуы мүмкін. Мінекей қыздар, менде дайын болды. Өте керемет. Майы барлық осындай шұңғылдау ыстықта сондай ағып, керемет балқып тұрып пісетін болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын барлықтарыңызға.